Iya deb qol qo'yilma. Қатысушыларға қатысу. Мейлі қатысушылар. Или баяға қатыспайын деді ме не? Жоқ, қалаға шығарып қойғандар етіп қапты. Жоқ, нормальный бір төраға сайласаңыздар, қастар осындай уақытта балет етіп қарайтын. Кетіп қалып қашан көрсін бір жақ. Ассалаумағалейкум. Келіңдер, құттықтайын. Негізі ме? Ошыны келме. Видеоконференциямен де Жақсы бір мекеме соғу керек қой, бұл жерде тар клуб бар, соғып берсеңдер. Шынында типтей тар. Деп болады. Енді қазір бір мал бағып жүріп, біреу дарбызға кетті. Бестікі бітті ғой енді. Далада жүреді. Osman. Нәлмен консультантын қазір секрет қапшығын көрген ауғын қазонда қапшық қана Қамар, сендер былайға отырып, жезде мынаяққа отырыңыздаршы сіздер. Аға, былайға отырыңыздаршы, мынаяққа. Аға,
Былай қарап отырыңыздаршы, мына жақты былай қарап отырыңыз. Бірыңғай, желбіреп жүрген. Уақыт болып бастай бер. Он бір болды. Хорошо? Вы уже сказали, какой он дает. Я? Поставь он, да? Саламатсыздар ма, құрметті отырғандары, құрметті жиналысқа қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларымыздың мақсаты жұртшылықты Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы аумағында орналасқан жекеменшік шектеулі серіктестік фосфор зауытының қызметімен, сондай-ақ қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелерімен және кешенді экологиялық рұқсатты алу шеңберінде көзделген теріс әсерді азайту шараларымен таныстыру және кәсіпорынның экологиялық тиімділігіне объективті баға беру. Жамбыл облысының ақпараттық телеарнасында Қазақстанда антенна газетіне хабарландыру арқылы жұртшылыққа жеткізілді. Хабарландыру тақталарында сондай Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында жарияланды. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио бейне жазба жүргізілуде. Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде нақты тұжырымдалмаған, қаралатын мәселелердің мәнін көрсетпейтін, не тыңдау нысанына жатпайтын ескертулер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдаулар барысында немесе чатта балағат сөздермен қорлауға жол берілмейді. Жобалық құжаттаманы әзірлеуші эмиссиялар нормативтерінің жобалары, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасы және технологиялық нормативтердің жобасы. Зеленый мост жекеменшік шектеулі серіктестігі. Жобаның тапсырыс беруші жекеменшік шектеулі серіктестігі. Енді сіз біліп отырсыздар. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелерінің 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік аумақтық бөліністің аудандық маңызы бар жергілікті атқарушы органы немесе тиісті әкімшілік аумақтық бөлініс ауылдар, kenттер, ауылдық округтер әкім аппараты өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушылар арасынан қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Яғни хатшы ортамыздан сайлап алуымыз керек біздің. Мен өзім ұсынысым осы әкімшілікте жұмыс жасайтын бас маман Қарабекова Көркемді ұсынамын. Дауыс береміз. Қолдайтын. Қарсылық жоқ қой. Онда Көркем мына жерге кел. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Қарабекованы сайладық. Енді ары қарата регламент таныстырып өтейін. Материалдар бойынша баяндама жекеменшік шектеулі серіктестік фосфор зауытының қызметімен және де технологиялық процесімен жұртшылықты қысқаша таныстыру 5 минут. Жұртшылықты эмиссиялар нормативтерінің жобаларымен қалдықтарды басқару, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламаларымен экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасымен және технологиялық нормативтер жобасымен таныстыру 15 минут. Баяндаманы талқылау 15 минут, ескертулер мен ұсыныстар 10 минутқа дейін. Мүдделі мемлекеттік органдардан және жұртшылықтан жобалық құжаттама бойынша ескертулер мен ұсыныстарды жариялау 10 минут, қорытынды шығару 5 минут.
ары қарата одан кейін Регламентте өзгертуге ұсыныс енгіземіз. Регламентте жаңағы сұрақтардан ұсыныстар ол 5-10 минут деген уақыт қой белгілеудің қажеті жоқ, себебі үлгере алмай қалуымыз мүмкін. онда ары қарата Баяндамаға жүргізген уақытын бере берейік регламент бойынша. Қалғандардың ұсыныстарын қанша сұрақ болады, қанша жауап болады, регламентте ұсыныс өзгеріс енгізулерді сұраймыз. онда болды. Онда баяндаманың презентациясын ары қарата өздеріңіз жасаңыздар. Қайырлы күн, Ақбастау ауылдық округінің тұрғындары. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында НДФЗ өнеркәсіптік аумағында орналасқан қолданыстағы фосфор зауытына кешенді экологиялық рұқсат алу үшін қоғамдық тыңдауларға баяндама. Фосфор зауыты НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасының Жамбыл облысында Тараз қаласының шекарасынан солтүстік батысқа қарай 20 км жерде үлкен Бұрылтау бөктерінің кіші Қаратау жотасының солтүстік беткейлерінің бойында және Бірлесу еңбек ауылынан оңтүстікке қарай 6 км жерде орналасқан. Солтүстікке қарай 4 км жерде Қарасу өзені ағып өтеді. Қалалар мен кенттерді жалғайтын көлік магистралдары, тұрғын алқаптары, ормандар, ауыл шаруашылығы алқаптары, өнеркәсіптік аймақтар осы объектіден 6 км радиуста орналасқан. Кәсіпорынның жұмыс режимі жылына 365 күн үздіксіз технологиялық өндіріс жағдайында 4, 6, 8 және 12 сағаттық ауысымдармен жүргізіледі. Фосфор зауыты НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорны Қаратау бассейнінің минералды шикізат фосфоритін өңдеп, сары фосфор және оның туындыларын термиялық фосфор қышқылын натрий триполифосфатын шығарады. Кәсіпорын бойынша өнім түрлері жылына жобаланатын өндіріс көлемі жылына сары фосфорды 120 мың тонна, натрий триполифосфатын 120 мың тонна, термиялық фосфор қышқылын 120 мың тонна, тағамдық фосфор қышқылын 50 мың тонна, түйіршіктелген термиялық шлак 1 миллион 140 мың тонна, феррофосфор 24 мың тонна жылына шығарады. Қоғамдық тыңдауларда қаралатын проектілік жобалар: эмиссиялық нормативтер жобасы, рұқсат етілген шығарындылар жобасы, эмиссиялық нормативтер жобасы, рұқсат етілген төгінділер жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғи ортаға физикалық әсер етудің жол берілетін нормативтер жобасы, қоршаған ортаны бақылаудың өндірістік бағдарламасы, технологиялық нормативтерді негіздеу жобасы, экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасы. НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әлеуметтік саясаты. Кәсіпорынның негізгі бағыттарының бірі жақын маңдағы елді мекендерге әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ кәсіпорында жұмыс орындарын қамтамасыз ету. 2026 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша қызметкерлер саны барлығы зауытта 2302 адам жұмыс істейді. Оның ішінде Жамбыл ауданы бойынша 564 адам жұмыс істейді. Аса ауылы бойынша 358 адам, Бірлесу еңбек ауылы бойынша 73 адам, Шырқай ауылы бойынша 19 адам, Рахат ауылы бойынша 10 адам, Қара Кемер ауылы бойынша 71 адам, Бектөбе ауылы бойынша 33 адам жұмыс істейді. НДФЗ жауапкершілік серіктестігінің 2025 жылға әсер етуіне экологиялық рұқсатқа сәйкес сары фосфор өндірісінің көлемі 92.312 тоннаны құрады. Ластаушы заттар шығарындылар көлемі белгіленген лимит бойынша бізде 12.746 тонна, кезінде факты 7.861,9 тоннаны құрады. Нақты төгінділерге берілген лимит 1791 тоннаны, нақты төгінділердің нормативі 7778 тоннаны құрады. Қалдықтарды орналастыру белгіленген лимит бойынша 1.185.173 тонна, кезінде 447,834,3 тоннаны құрады. НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бойынша 2025 жылы қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер сомасы 862.512.180 теңгені құрады. Атмосфераға ықтимал әсерлері. Кәсіпорында барлығы 377 ауаны ластаушы көздері бар. Оның ішінде 205 ұйымдастырылған және 172 ұйымдастырылмаған көздері. Оның ішінде 122 көздері шаң мен газды тазарту жүйесімен жабдықталған. Ластаушы заттардың шығарындылары 60 ингредиенттен тұрады.
Оның ішінде зиянды әсерлердің жиынтықтардың 15 тобын құрайтын 20 ластаушы жиынтық әсері бар. Қалдық газдармен сары фосфор, химиялық фосфор қышқылы, натрий триполифосфаты, фосфор және күкірт диоксиді, фосфин, фторид сутегі, азот оксидтері, биорганикалық шаңдар атмосфераға шығарылады. Рұқсат етілетін шығарындылардың нормативтерінің жобасы бойынша 2027-2036 жылдарға әзірленді. Жобаға сәйкес жалпы шығарындылар көлемі 2027-2028 жылдарға 10.615 тоннаны құрады, 2029 жылы 10.354 тоннаны құрады, 2030 жылға 10.080 тоннаны құрады, 2031 жылы 9.779 тоннаны құрады, 2032-2036 жылдарға 9.463 тоннаны құрады. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы 2027-2036 жылдарға арналған және 2021 жылғы номер 400 Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша экологиялық кодексіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 14 шілдедегі номер 250 бұйрығымен бекітілген бірінші және екінші санаттағы объектілер үшін өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу қағидаларына сәйкес әзірленді. Ластаушы заттарды ұстау үшін шығатын газдарды құрғақ және ылғалды тазарту қарастырылған. Шаңнан механикалық шаң ұстағыштар циклон CN15, SKCN34 циклондарында FRKI 360, SMC 166, RFG УМС, FRKDI 1100 типті өнеркәсіптік жеңді сүзгілерде, циклофильтрлерде, UG230, UG115 типті электросүзгілерде реттелетін насадкасы бар инерциялық турбулентті аппараттарда, коагуляциялық орталықтан кеткіш ылғалды шаң ұстағыштарда, газ тәрізді қоспалардан субберлерде және тұрақтандырушы қабаты бар көбік аппараттарында ұсталады. Қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайту мақсатында техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту және техникалық іс-шараларды жүргізіледі. Котель шаңның тыңайтқыштар түрінде кәдеге жаратылады. Пеш газын кәдеге жарату жүйесі қарастырылған. Фосфор құрамды шламды кәдеге жарату қарастырылған. Шлам жинақтағыштардағы фосфор құрамды шламды кәдеге жаратылады. Агломерация өндірісінде котель сүтін кәдеге жаратылады. НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде сумен жабдықтаудың екі көзі бар. Жер үсті суларын алу және жер асты суларын алу. Судың алудың жоспарланған көлемі жер үсті көздерінен 8.440.000 метр кубты құрайды. Жер асты көздерінен 1.792.000 метр кубты құрайды. Су ресурстарына ықтимал әсерлер рұқсат етілетін төгінділер нормативтер жобасында екі су төгу көздері қарастырылған. Номер бірінші су төгу ЗПУ аралас ағынды сулар, олар үшін 11 ластаушы заттың атауы белгіленген. Қалқыма заттар БПК-5, ХПК, хлоридтер, сульфаттар, нитриттер, нитраттар, аммония азоты, фосфаттар, мұнай өнімдері, фтор. Номер үшінші су төгу нөсерлік ағынды сулар, олар үшін 11 ластаушы заттың атауы белгіленген. Қалқыма заттар БПК-5, ХПК, хлоридтер, сульфаттар, нитриттер, нитраттар, аммония азоты, фосфаттар, мұнай өнімдері, фтор. 2027-2036 жылдарға арналған рұқсат етілген төгінділер нормативтері келесі су ағызулары бойынша белгіленген. Нөмір бірінші су төгу аралас ағынды сулар көлемі жылына 960.588 метр куб. Рұқсат етілетін төгінділер нормативтері 770 тонна жылына құрайды. Номер үшінші су ағызу ағынды сулар көлемі 133.000 метр куб жылына. Рұқсат етілетін төгінділер нормативі 63,4 тоннаны жылына құрайды. Жер ресурстарына және жер қойнауына ықтимал әсерлер қалдықтарды басқару бағдарламасы. НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорынның өндірістік қызметінің нәтижесінде және тұтыну қалдықтарының 33 түрі, оның ішінде 13 қауіпті және 20 қауіпті емес қалдықтар түсіледі. 13 қауіпті қалдықтардың ішінен қалдықтардың 7 түрі фосфор зауытында кәдеге жаратылады және қайта өңделеді. Қалдықтардың 5 түрі келісім бойынша кәдеге жарату үшін бөгде ұйымдарға
беріледі. Қалдықтардың бір түрі өз полигондарына орналастырады. Қауіпті емес 20 қалдықтың бір түрі кәсіпорында кәдеге жаратылады. Қалдықтардың 13 түрі келісім бойынша бөгде ұйымдарға кәдеге жаратуға беріледі. Қалдықтың 6 түрі кәдеге жеке көму полигондарында орналастырады. Қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі бойынша кәсіпорын бірінші санатқа жатады. Санитарлық классификация бойынша кәсіпорын қауіптілік бірінші классындағы объектілерге жіктеледі. Жобада санитарлық қорғау аймағының белгіленген өлшемі 3000 метрді құрайды. Есептелген түкпір-бұрыштың шекаралары ингредиенттер бойынша шекті рұқсат етілген шығарындылар стандарттары және оларға жеткізу мерзімдері негізделген және расталған. Ықтимал физикалық әсерлер, рұқсат етілген физикалық әсерлер стандарттарының жобасы. Кәсіпорын аумағында кең жолақты шудың көздері, шу шығаратын жабдықтар мен механизмдер орналастырылған. Өндірістік ғимараттар болып табылады. Акустикалық әсерді тудыратын негізгі процестерге мыналар жатады. Фосфор құрамды шикізатты сақтау кезінде қарқынды шу мен дірілмен қатар жүретін ұсатқыш және елеу қондырғыларының жұмысы. Өндірістік корпустар ішінде тұрақты фондық шу мен діріл тудыратын компрессорлар және сорғы қондырғыларын пайдалану. Электр пеш цехтарында және қышқыл өндіру бөлімшелерінде, сондай-ақ газ үрлегіштер мен желдету жабдықтарының жұмыс істеуі, мұнда шу жүктемесі жоғары деңгейде байқалады. Көлік және тиеу түсіру механизмдерінің жұмысы, оның ішінде завод кішілік автокөлік, крандар, вилкалы тиегіштер және басқа да механизация құралдары. Фосфорды термиялық қалпына келтіру электр пештерінің жұмысы, олар тек жоғары шу деңгейімен ғана емес, сонымен қатар жергілікті жылулық әсерімен сипатталады. Фосфор буларын конденсациялау және тазарту жабдықтарының жұмысы, соның ішінде конденсаторлар, салқындатқыштар және компрессорлар, олар да шу ластаудың көздері болып табылады. Экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасы. Технологиялық нормативтерді белгілеу негіздемесін ескере отырып және өндірістік экологиялық бақылаудың 2023-2025 жылдардағы есептеріне сәйкес технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін шығарындылардың технологиялық нормативтері айқындалды. Олардың орындау үшін ең үздік қолжетімді техниканы енгізу, технологиялық нормативтердің сақталуын қамтамасыз ету жөнінде іс-шараларды қамтитын экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасы әзірленді. Оның ішінде негізгі іс-шараларға тоқталып өтсек, скруберлік бөлімшеде жөндеу қалпына келтіру жұмыстары күрделі жөндеу қарастырылған. УГ-230 типті сүзгілерді қолданыстағы корпус пен шаң шығару жүйесін сақтай отырып, импульстік регенерациясы бар жеңді сүзгіге реконструкциялау немесе ауыстыру қарастырылған. Номер 5, 6, 7, 8 пастарды шлак тесіктерінен шығатын газды тиімді ұстау үшін жаңғырту қарастырылған. Фосфор рудотермиялық пеші РКЗ-80 номер 6 конденсацияларының бірінші және екінші сатыларына форсункаларын орнату қарастырылған. Фосфор рудотермиялық пеші РКЗ-80 номер 7 конденсаторларының бірінші және екінші сатыларына форсункалар орнатылу қарастырылған. Және номер 8 пештің конденсаторларының бірінші екінші сатыларына форсункалар орнату қарастырылған. 2026 жылға арналған кәсіпорын мен санитарлық қорғау аумағындағы жасыл желектерді күтіп ұстау және қорғау жөнінде іс-шаралар. Біз завод бойынша жасыл желектер мен көгалдар алаңын ұлғайту есебін филиал аумағында көгалдандыру жылына 500 мың дана қарағаш отырғызу жоспарланған. Санитарлық қорғау аймағының жасыл екпелеріне санитарлық күтім жасау, қураған ағаштардан, қоқыстардан тазарту және жасыл желектерді суаруға арналған арықтарды жаңарту жұмыстар қарастырылған. Жасыл желектерді суаруды жүзеге асыру, тыңайтқыштар енгізу, арам шөптерді жылу, шөп шабу жұмыстар қарастырылған, ағаштарды әктеу жұмыстары қарастырылған. НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фосфор заводы тұрғын алабының санитарлық қорғау аймағы 5 учаскеге бөлінеді. Номер 1 учаскеміз 56 гектарды құрайды, ағаштар саны ол жерде 29824 дана. Пано учаскесі 3,2 гектарды құрайды,
ағаштар саны 12 мың дана. Биостанция учаскесі 1,144 гектарды құрайды, ағаштар саны 20 мың дана. Жеміс ағаштарының учаскесі 0,136 гектарды құрайды, ағаштар саны 500 дана. Завод аймағы аумағы ішіндегі 13,3 гектарды құрайды, ағаштар саны 7578 дана. Ағаштардың жалпы саны отырғызылған завод бойынша 51902 дананы құрайды. Назарларыңызға рахмет. Енді мынау баяндаманы тыңладыңыздар, қоғамдық қорытындысы шығару енді. Жоқ, сұрақтар қойылмайды. Сұрақ қойылсын, одан кейін барып айтады, қалған. Сұрақтарыңыз бар ма? Тұрсынға сұрағың бар ма? Нені түсінді жұмысы, общий заводтың жұмысын айтты ғой. Жоқ, сен бүйтіп нақтылап қазақшалап былай деп түсіндірген дейсің. Там бұтырап ананың бәрін оқытыңдар, біз есіне беруіміз келіп отыр. Сонда түсінген жоқпын. Түсінбей отыр көп адам. Мен енді қысқаша түсіндіріп айтайын. Нақты айтсаңдар, одан да өткенде кезінде ғой күннен күні. Мынадай жаңағы біз добро бердік, хорошо дедік, ана экологияға ақшаны бөлмей-ақ қойыңдар. Жаңағы біз добро берейік дедік, департаментке ақша бөлінбей, заводтың өзінде қалатын болды, дұрыс па? Сол кезде мынандай нәрселерді біз істейміз дедіңіздер. Соның қандай істелінді, қандай істелмей тұр, істелгеніне кім куә, сондай сияқты нәрселер айтсаңдар, сонда қағазды ешкім түсінбейді бұл. Айтып отырмыз ғой, біз бұған грамотный емес, бұған мамандар керек оны. Негізі бұл кісілердің алайын деп отқан рұқсаттамасы кешенді экологиялық рұқсатнама деген. Кер дейді ғой, комплексный экологическое разрешение алғысы келіп отыр бұл кісілер. Сөйтіп сол бойынша қазір мынаған жұмыс жасаймыз деп жаңа айтып кетті. Қалдықтарды басқару дейді, басқа дейді, сүзгі қоямыз дейді, соның бәрін істейміз деген, бұл заңда көрсетілген нені. Бірақ енді біз әкімшілік тарапынан өзіміз қарсы болып отырмыз. Біз сонда қатты қылдық, бізде эколог айтып береді. Менің аты жөнім Пірімқұл Сенбек, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының Жамбыл облысының бойынша төрағасымын және Жамбыл ауданының ардагерлер кеңесінің төрағасы мүшесімін. Мен осы Ақбастау округінің тумасымын. Менің енді кейінгі әңгімелерді менің әріптестерім айтады, ағайындар. Менің айтайын деген, бұл жерде кімдер келіп жатқанын біз білмейміз. Мұны сары киімдер завод өзіміз таныс. Мұны кісілерді біз штатный НКВД-ның адамдар сияқты болып тұрды. Ал енді мен бір ұшақ нәрсе айтайын, уақыт созбай. Біріншісі енді экология ғой, экологияның айнала бізді қоршап тұрған Ақбастау округын экология. Мен мынау Амангелді газінде болам. Анау гипсте, мынау өзіміздің антымызда қарым қатынасымыз жақсы. Ал енді мынау Амангелді газы көшеге жаңағы ауа таза емес дегенге ауылдың шетінде, мынау темір жолдың жағасындағы көшеге ұзыннан ұзақ гүл, жаңағы жеміс талы, сондай бір экологияға бір қадам жасап, бір істер жасап отыр. Ол жерге адамдарын қойған, жергілікті халықтың суаруға, жаңағы техникасы несін неғылған жүде жақсы. Ал енді біздің енді қарап отырсаңыз, ана жолды мен күніге демей екінің бірінде өтемін. Ана жол тозды, оның шаңы, терезені ашсаң, ішіңе шаң толып қалады. Енді біз анау бір немістердің концлагерінде газда отырған адамдар сияқты көрінеміз. Иә, ол біз енді қарамаймыз да, ол экология ауырып жатырмыз ба, неғып жатырмыз ба, ондай нәрселерді айтқан. Мен медицина саласында да 14 жыл жұмыс істедім. Сонда әр жылы туылған балалардың аурулары әр бөлек болатын. Бір дақтар шығатын, ісіктер шығатын, ол енді айтылмайтын нәрселер ғой, енді медициналық құпия нәрселері. Ал енді мына жерге енді мейлі. Бұл жерге баяғыда түрмеден пәленбай жылға кеткен адамдардың бір күн істесе 2 күнге саналатын мәселе. Қазір соған біз жете алмай тұрмыз. Ал енді жұмыс орны мына экология жөнінен жаңа көріп қалдық.
ағаш нелерді отырғызамыз, су не қыламыз деп. Айналайын біздің мынау округтың айналасындағы талдарды суарамаймыз. Соған бізге жаңағы насос берсе асандан не қылатын, өңге қарағаштан көрі басқа тұт ағашын егуге қазір облыстан Жерана деген компаниядан не түсіп жатыр. Өйткені тұттан жібек құртын өсіреміз, әйелдер, қыз-келіншектерге жұмыс тауып береміз деген жағдай бар. Енді мына біздің балаларымыз бар. Күніге бізге хабарласып отырады ақсақалдар несіне. Біз совместно мына әкімшілікпен бірігіп істейміз. Осы аптада отырыста біздің ардагерлер кеңесінде 3 адамнан түсті. Біреуі мехлопата сатып алған, жұмыс таппай отыр, заводқа кірейін десе. Сол экологияға алсаңыз, өнімге 2 бала, Сапарбеков, Асланбек, өнімге табыры өніп қалдым. Әне өні өтініш тастабек. Сапарбеков, Асланбек. Асланбек, өнімге екіншісі Нұржігіттің несі ма? Әне сізмәді біреу өткенде. Аты кім? Тізімді береміз мұна әкімшілікке. Сонымен Пірімқұлып Төлебей деген мехлопата жейді ғой, 3 көпті. Соны жұмысқа жегіп, айлығын беріп нені болса, жаңағы экологиялық жерге тазалауға, әкімшіліктің енді жұмыстарымыз бар ғой, іс шарасына. Соны қатыстырып, нені болсаңыздар, өтініш. Енді менің айтайын дегенім сол, енді бұл енді былтырда келдіңіздер. Мехлопат алма төлеген. Алды. Шоқайдың бәрі шифр шақыстырыпсыр ғой, неғысын тазалап маңызды. Енді Алды, біз әкімшілік тазалайды, баса шым тазаламайды. ол енді үйде тұр. Көріңіздер, машқара енді. Той десек сәләпі қой дейді. Сәләпі қойуға шамамыз жоқ. Тойдан тойға қазір күніге той болып тұр біздікі. Сіздерге сол енді Шоқай ауылындағы мына кім Нұрсұлу. Жаңағы сіз бақты не қылдыңыз ғой, сол жерге ұзартып Қызылмолаға дейін, міне ғану бейттің бер жағына дейін алаңқайға ексе ауылға көріп беріп тұрады. Қарағаш енді жетеді бізден. Әптен не қылымыз. Тұт ағашын бізге не қып тұр, бір төбі 1000 сомның айналасында ма, басқа да гүл ашатын, бір көріп беретін, сирен деген бір нелер талдар болады ғой. Ерте көктемде не қылып, күзде сары гүл ашатын не бір қыздар біледі ғой гүлдердің несін. Сол жөнінен көмектессеңіз. Біз енді осы ауаны жұтып отырмыз. Өнімге үшінші мәселем, анада Күлекей мырза келіп еді, Қазфосфаттың советнигі. Сол жерде әңгімелескенімізді айтып еді. Осы ұйымдасып, мынау айнала Ақбастаудың округіндегі айналасындағы химия өнеркәсібінің саласында істеп жатқан мекемелермен осы Ақбастау округіндегі бірлесу еңбек елді мекені, Шоқай елді мекеніне ангарлы спорт кешенін жастарға салып беру түкте тұрмайды есепті. Бұл жөнінен ауданның әкімінде хабардар, сондықтан осыны қолға алсаңыз. Енді экология жөнінен айтар, енді не қылып. Менің айтарым осы. Бұл жерде сразу не істеп айтып өтіп кетейін, жаңағы кешенді экологиялық рұқсат аламыз деп отыр ғой. Кешенді экологиялық рұқсат алу деген бүкіл жаңағы жаңа технологиялар, пайда болған технологияларды енгізе отырып, алуға рұқсат беріледі. Бірақ енді қазірдің өзінде мынау баяндамасында, енді бізді жауапкершілігі шектеулі серіктестік баяндамасында жыл сайын 11 мың тонна дейікші, 11 мың тоннадан жыл сайын 300 тонна төмендетілген шығарындылардың көлемі. Атмосфераға ауа, бұл шығарындылардың көлемі ішінде 21 заттан тұрады, ластаушы заттардан тұрады деп тұр. 60 ингредиент, 21 ластаушы заттардан тұрады дейді. Оның ішінде 15 суммациясы бар. Жалпы сіздер қазақ тілімен түсіндірген кезде. Қандай способпен азайтып жатсыздар? Мен айтып жатырмын, мені қазір тыңдап алыңыздар до конца, содан айтып беремін. Бұл жерде азайтамыз деп айтып жатыр мынау кісілер. Азайтамыз деп айтылып жатыр 300 тонна. Енді жаңағы бірінші табиғи енді барлықтарыңыз маман болмасаңыздар да
көрсетіп, барлықтарыңызға көрсетіп, мына слайдпен көрсетіп жатыр ғой, сол жерде бірінші таблицасында бар, жаңағы не бойынша, осы биылға соңғы 3 жылға нені қойшы таблицаны. Мына осы сол таблицаны. Бұл алды 2025 жылға ғой, не көлем, шығарындарлар көлем, жаңа таблицаны қайда. Аха. Мына 2025 жылғы таблицасы, 2025 жылғы табиғат қорғау қызметі туралы ақпарат деп берілген. 2025 жылы нақты бұлардың рұқсаты берілген нормативі 12.746 тонна. 12.746 тонна деген бұл норматив бүкіл мысалы өндірістің түгел 100% қолданған кезде. Нақты шығарынды жасалды 7861 тонна нақты шығарындылар, ластаушы заттар шығарынды деп көрсетіп отыр. Енді мынау қазіргі мен айтып отқан бұл жерде қарсылықтардың бір пікіріміз біздің Жамбыл облысы әкімдігінің тарапынан осы рұқсат алуға қарсылығымыз бір несі 7861 тоннадан төмен түсірсе шығарындыларды 300 тоннаға жыл сайын. Сол кезде біз кішкене көнуге болады деді. Нақты шығарындылар төмен түсірмей бұлар, бұл кісілер тек қана нормативті шығарындылар төмен түсіруге ұсыныс беріп жатыр. Содан екіншісі ұсыныс бұл жаңағы айтып отыр, міне жылдық экологиялық эмиссияға 862 миллион теңге, 512 мың теңге, 862 миллион 512 мың теңге біздің облыстық бюджетке қаржы түседі. Қазір кешенді экологиялық рұқсат алған жағдайда бұл ақша бюджетке түспейді. Бірақ эмиссия көлемі төмендетілмейді. Нақты айтқанда эмиссияның көлемі төмендетілмей, осы ақша қаражат бюджетке түспейді облыстық бюджет. Бұл облыстық бюджетке түскен кезде жалғыз Жамбыл ауданында емес, біраз жерлерге әжептәуір экологиялық шараларға қажетті қаражат есептеледі. Например, ол ақша түсті дейік ал сіздерге қарай. Жылда 5 миллиард, 6 миллиард ақша түсіп жатыр бізде. Сіз район бойынша қандай іс-әрекеттер сіздер жасап жатсыздар экология жөнінде? Жамбыл облысы. Завод емес, заводты қойып қойыңыз. Жамбыл облысы, жаңағы Жамбыл ауданы бойынша Жамбыл Атбасар округінің 2 ауылы бар. Соған, например, экология жөнінде не істедіңіздер осы уақытта? Округты айтыңыз. Жаңа 85 пәлен миллион қайда кетіп жатыр деген әңгіме ғой ол. Осыншама қанша жылдан бері мысалы төленіп отыр осы? Төленіп жатыр. Қазір не істелінді? Біздің ауылда, осы ауылда не істелінді деген несін бұл жерде жалпы экологиялық осы қаражат жалпы облыс бойынша жалпы 6 миллиардтан көлемінде жылына түседі қаражат. Осы эмиссияға түсетін қаражат. Осы экологиялық іс-шараларға, тек қана экологиялық кодекстің талаптарына сәйкес экологиялық іс-шараларға жұмсалу керек. Бізде қазір орман қорын молайту жүргізіліп жатыр. Біздің Жамбыл облысы бойынша жалпы 4 миллион 400 мың гектар орман қоры бар. Осының ішінде Жамбыл ауданында негізгісі көбісі құмда орналасқан. Тауларда да бар. Қандай ағаштар ол жақта отырғызылған? Сексеуіл ағаштар отырғызылған. Құм көшпелі. Бұл жақтары сексеуіл, жоғары жоғары жақта қара ағаш, шырша, басқа да ағаштар егіліп жатыр. Осы ол да экологиялық іс-шара болып саналады. Басқа да экологиялық іс-шара. Мына мысалы қазір жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ағасы. Амангелді газ емес, Амангелді ГПЗ. Амангелді ГПЗ бар. Сосын осы НДПЗ-ның анау анда-санда ауылында бір не болады? Шығарындылардың выбросы болып, осы бір 2-3 рет не болған? Айқай-шу болған. Әлі де шығарындылардың несі? Әлі келеді. Соған қазір қаражат қарасылып, мынау Қазгидромет центрге гидропост қойын деп отырмыз, автоматтандырылған. Асаға соның біз қазір жоба несін енгізіп, 120 миллион теңге тұрады ол гидропостта. Автоматты түрде соның қандай шығарындыдан артық кетіп жатыр деген көрсетеді. Сол кімнің шығарындысы екенін нақтылауға. Сондай гидропост қоюға есеп отырмыз шараға. Біздің Жамбыл облысы әкімдігінің облыс мәслихатының 2023-2026 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шара жоспары бар бекітілген. Сол іс-шара жоспарына биыл түзетулер енгізіп, жаңағы гидропосттар 4-5 жерге гидропосттар қойын деп отырмыз. Автоматтандырылған гидропосттар. Әрқайсысы 120 миллион теңгеден тұрады. Сондай іс-шаралар жоспар бар. Одан кейін жаңағы талайгү орман қор молайту деген бізде іс-шара үлкен қаражат қажет етеді. Себебі оның ішінде техникасы, оны өрттен қорғау іс-шарасы бар. Орман қорында өрттен қорғау. Осы ауданында да біраз шаруа қожалықтар сол жерде отыр. Осы ауданда барша жерде, сол Жамбыл ауданы құмында.
Қалдықтарды басқару деген бар. Қазір мысалы қалдықтарды қайтадан өңдеу туралы. Онда сіздердің аудандарыңызда пока істемейді, бірақ сондайға ақша бөлініп жатыр. Қалдықтарды қайтадан сортировать етіп, қайтадан өңдеу бойынша. Былтыр анау бүкіл Қазақстанның осы ауылдық округтың әкімдерін бәрін жинап, жерде жиналыс жасады ғой, Тоқаев президенттің өзі қолдау жасап. Сонда министрліктерге бәріне қай салада болса да осы біздің ауылға төңірегіндегі завод фабрикалар определенно қанша мысалы қанша 6 миллион дедіңіз бе? 6 миллиард төлеп жатыр мына кісілер. Бұл кісілер 862 миллион төлеп. Ауылдың округына қандай пайда болды? Біздерге түседі ме мына біздің округқа? Жалпы түседі. Сіздер жалпы дегенде Астанаға да кетеді. Біздер қазір таза Қазақстан акциясы бар. Таза Қазақстан акциясы бар сондай. Енді ауылдық округте деп жатсыз ғой, ауылдық округте бұл жерде әлеуметтік салықтар түседі, менің білуімше. Бұл эмиссиялық салық түспейді бізге. Сол бізге бөлінбейді. Содан бөлек сіздерге заводтың несі істеп жатыр ғой, жаңағы площадкаларды соғып беріп жатыр. Нұрсұлу солай қызы біледі ғой бәрін. Бізде бірінші қатысып отқан жоқпын. Оны айтпай-ақ істеп жатыр ол. Рахмет бұл кісілерге. Талай нәрсені әлі де істейді. Түсінген мынау бізде трассаның бойы бар ғой, баяғыда қауіпті зона дейді ғой. Әр заводты айландыра үлкен каналдар қазып, ертең күні су ағып кетсе, мен айтып қояйыншы. Түсінген мына жерден қазір шлак тасып жатыр. Сол жерде мына гипсовый завод тұрбар салып бәрін. Баяғы бетонный лотоқты анандайдың арқының бәрі жалып қалды. Соны қалай? Если баяғыда бір істер болды ғой, Химбромда су тасып, Белогорге шейін барды. Қалай нәрсе зардап шегді. Біздің орнынан киіп тұрған нәрсе 5 километр. Деп неға шыға алмаймыз ғой, бәрі су басып кетті. Каналдарды Тем более, ең астойниктер мына как раз заводтың астында тұр. Нақты енді ағасы қазір сөзді бұл не істемей, біз келатқан неміз енді біз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің осы экологиялық жобалар бойынша осы жерде қоғамдық өту тақырыбында осы. Сіздерге жалпы енді түгел іс-шара жоспарын нақты айта алмаймын, бірақ интернетте де тұр, ол біздің мәслихаттың несі шешімі болғаннан кейін әдет кезекте де тұр іс-шара жоспар. Барлық жерде сол іс-шаралар көрсетілген. Екінші, мен бұл жерде нақты қазір сұрақтарды қоймаймын, нақты ұсынысым ретінде осы фактически деп тұр, фактически шығарынды көлемін жылда азайтуға. Лимитті, нормативті көлемнен емес, шығарынды көлемін азайтуға. Сосын екінші ұсынысым, мынау 377 шығарынды көздері қарастырылған, оның ішінде 205 ұйымдастырылған көздер. Ұйымдастырылған көздердің ішінде, солардың шан тосу 122-сінде қарастырылған сүзгілер. Соны 205-і түгел сізге фильтрация жасауға ұсыныс енгіземіз. Нақты шығарылып. Ұйымдастырылған көздерді айтып отырмын. Бұл жерде 205-тің ішінде вентиляционный, аспирационный станоктар бар. Именно вентиляционныйға сіз максимально вентиляционный қоймақ қойсаңыз, қалған максимально 122 емес, 205 ұйымдастырылған көздің ішінде біз жетті. Жазып отыр ғой, замечательно. Сізге сұрақ. Жоспарларымызда мынау ремонт отстойник бар ма? Отстойник бар. Бар ма ремонт ішінде? Содан кейінгі вопрос. Мынау пламя шығып жатыр ғой несі? Сол газ шығатын газбен толанамыз біз. Соны екінші цехқа апарамыз деген план бар еді ғой? Жоспар бар ма? Осыған кіріп тұр ма сол жоспарға? Ана ненің газы, печной газ. Бізге вот сол керек. Сіздер бізді травить ететін сол печной газ. Одан кейін шаңдарыңызды айтып отыр ғой, вентиляция нелерді ауыстырамыз деп тұрсыз ғой, ол түсінікті. Мен ол заводты 25 жыл істеген, мен ол вентиляция начальник участка болдым. Мен ол бәрін білемін. Отстойниктің ремонты, отстойник обязательно керек. Потому что жер асты сулар біздер заражать етеді. Бір, содан кейін мына вентиляцион, жаңағы газ, печной газ. Соны екінші цехқа апарып, сол пайдалану мақсатында не бар еді, жоспар бар еді. Сол бар ма? Ол жоспар жүзеге асқан 2010 жылдан бері ол комплекстік утилизация пештік газына ол қондырғы жұмыс жасап тұр. Бізде 5-6 пеш қондырғымен қамтамасыз етілді. Сөйтіп біз екінші цехқа агломерацияға
пешті газды транспорттаймыз, сонда табиғи газдың орнына қолданамыз. Ол бізге тек қана экологиялық емес, ол бізге экономикалық отын береді. Сондықтан біз табиғи газдың білесіздер, бағасы шарықтап барады. Сондықтан біз оған назарымыз өте бөлек. Сондықтан біз болашақта 7-8 кешке де қоямыз деген мақсат бар. Приоритетіміз, жаңа айтып отырсың, 81 миллион ақша бөлінді экологияға. 868 миллион. Сол әңгімемен салып көрсеткенбіз. Ол сіздер аудара деген министерство экология, сол жаққа ақша кетеді екен. Солай ма? Жылына аударасыздар ғой, сол жаққа. Аударып тастайсыздар, ол ақша. Жамбыл ауданы. Ол может неге жаңағы теңіз бар ғой, не теңізге, сол жаққа бөлінеді екен. Арал теңізінен сол жаққа кетіп жатыр біздің ақша. Облыс алады, ол қаражатты біз берген ақшаны, оны облыс алады, облыс өзінің кәдесін жаратады. Оны бұл кісілер жауап бермесе. Жауап бере алмайды. Мен де жауап бере алмаймын. Біз оған бірақ облысқа түседі ол, иә? Әнеге республика кетпейін ол ақша? Жоқ, облыс қабылдап алады ғой ақшаны, иә? Біздің Ақсуға түсу керек қой. Бірінші сума. Облыс ауданға бөледі ғой. Аяққа бере салады ғой. Жоқ, біз құдалайымыз сол мысалға түсетін ақша облысқа түсті. Ауданға қанша кетті? Сол ақша бізге түсе ма? Определенный сумма біздің әкімшілікке хотя бы сумма түсу керек. Біз енді дұрыс па? Біздің зауыт өкіліміз да, біз ол қаражатқа жауап бере алмаймыз. Үкіметке аударамыз. Оны ана кісілердің қаражатты бұлар анау Меркі ауданында, Шу ауданындағы заповедниктерге бөлеміз деп жатыр бұл кісілер айтып отыр. Сол біздің ақшаларымыз. Құрметті қалай сіздерге айтайық, мынау негізі кешенді экологиялық рұқсат ол жақсы нәрсе, егер былай келгенде. Бірақ оның бәрі жасалады. Бірақ дегенмен бұл эмиссиямыз азайып қалайын деп тұр да, біз сондықтан әкімшілік біз қарсы болып отырмыз қазір. Әкімшіліктің тарапы сондай. Эмиссиямыз түсіп бара жатқаннан кейін сол ақша кішкене бірден жарасын деп соған не болды. Әйтпесе ол жаңағы экологиялық разрешениеге біз қарсы емеспіз, жақсы, бірақ эмиссиямыз азайып кетеді да, соны көтеріп біз қазір әкімшіліктің несі ұстанымы қарсы болып отырмыз. Сөйтіп хат жазып біз министерствоға. Міне енді сіздің қазір қараңыздар. Бұл жерде екі жақты тараптан болып отыр да. Акиматты түсінуге болады, себебі бұл кісілердің қазынасына біз бірден бір қаражат төлеп отқан мекеме. Бұл кісілердің ұстанымы дұрыс, бірақ біз мемлекеттің арқасында жұмыс істейміз бәрі. Мемлекет экологиялық кодекс қабылдап қойған. Біз бірінші санаттағы 50 мекеменің ішіне кіреміз. Біз мәжбүрлі түрде комплекстік экологиялық рұқсат алуымыз керек. Ол себеп не үшін беріледі үкіметтен? Сол біз мына эмиссияға беріп жатқан ақшаны мекеме өзіне модернизацияға жұмсайды. Мысалы, сүзгі деп отыр. Біз егер 862 миллион, ол 1,5 миллион доллар ғой, былай қарасаңыз. Біз оған өзіміз қондырға аламыз. Жай, то есть мемлекетке бермей ол қаражатты. Соңғы техниканы бізге қондыру керек. Сүзгі, жаңа печной газды айтып жатсыздар. Оның барлығы қаражат қой. Біз қазір үкіметке төлеп жатырық. Содан кейін ол басқа шараға кетіп жатыр да, бюджетке. Біз негізінде осындай. Және де экологиялық кодекс бойынша біз қазір қараңыздар, 2026-2027 біз қазір екеселік коэффициентпен төлеп жатырық. Біз мысалы 2024 жылды біз 352 миллионмен жапқанбыз жылды. То есть біз эмиссияға 352 миллион төледік. 2025-те 862 миллион төлеп жатыр. Біз уже 2028-де уже ойлаңыздар, 4 еселенсе 862-міз уже 3 миллиардқа жуықтап қалады. Сіздің несіңіз сізді бұл? Мен Тұрымбетов Нұрбол, техникалық директорымын. Нұреке, бұл жерде түсінеміз сіздерді де, бірақ екінші жаңағы айтып отқанымыз, мен нақты ұсыныс енгізіп отырмын сіздерге, сұрақта қойып отырмын. Сіз нақты ұсыныс енгізуіңізге әрине құқыңыз бар толыққанды, бірақ бізде бұл жерде тек қана немес, біздің экологиялық кодекстің талаптарының негізі, экологиялық кодекстің талаптары, бұл сіздерден қаражатты эмиссияны алуды емес,
негізгі талаптардың бірі ол сіздердің мына шығарындыларыңыз, қалдықтарыңызды, төгінділеріңізді максимально азайту. Дұрыс. Азайтып жатыр. Біз азайтып Бірақ сіздердің қазіргі мен сіздерге мен өзіңізді отырсыз ғой, ешкім не емес. Нақты выбростар, шығарынды выбростардан деп айтайық, шығарындыларыңыздың нормативті шығарындыларыңызбен и фактически шығарындыларыңыздың сіздер фактически шығарындыға да жеткізбей жатқансыздар ғой, нормативті шығарындыларыңыз. Бізде рұқсат етілген шығарындылар ол 20 мың тонна Сіздер фосфор шектелген. айтқан кезде 20% мынау президентіміздің берген тапсырмасы. сіз өзі түсінбедім мен. 20 мың тоннаға берілгенде бізде лимиттер. А біз былтыр 92 мың тонна шығардық. Сол үшін бізде 7800 не болып тұр. Өйткені бізде фосфордың тұтынуына байланысты есептейміз ғой. Енді бізде министрлік экология айтады, лимиттен 20% түсіңдер деп жатыр. Біз 20% лимиттен түсіп жатырмыз. 29 жылға дейін ол президенттің несі бар, ахан. А сіздер айтасыз фактіден түсіңдер. Біз ертең 100 мың тонна шығармай қаламыз. 100 мың тонна шығармай қаламыз. Сіз ондай құқығыңыз жоқ. Себебі қараңыз, барлық жерде нормативті документпен жұмыс істелінеді. Және де біздің, сіз өз-өзіңізге қарсы келіп отырсыз. Сіз бір нәрсені ұстансаңыз, біз или проекттік қуатпен жұмыс істейміз, үкіметке көп ақша төлейміз, эмиссия сәйкес. Сондықтан біз өз алдымызда тазамыз. Құдайға шүкір, мына кісі Зеленый мост компаниясы бағдарламасы бар проект. Оны министрлік қарайды. Сәйкес келсек, олар бізге рұқсат береді. Сондықтан біз бір ғана сіздің сұрағыңызбен біз не аламыз? Біз халықпен есептесуге келдік бұл жерде. Біз сіздің ұстанымыңызды түсіндік, мақсатыңызды түсіндік, бірақ біз қарсымыз. Бұл жерде екі позиция. Біздің ұсыныс осындай. Сіздің ұсыныс облыс әкімдігінің тарапынан ұсыныс. Облыс әкімдігі халық айтыңызшы сіздер. Завод енді полностью өздерінің норматив бәрін жағдай жасап отыр ғой. Ақша құйдық дейді сіздерге. Құйылып жатыр. Ақша бізге емес, ақша экология мейлі. Экология нағып енді бірінші жамбыл сол завод орналасқан жердің жақын территориясына пайдаланбайды біз сол ақшаны. Biz cinası şirketi var mı? депутаттардың қарауына дұрыс қаржыны бөлетін басқа мекеме ғой олар. Біз таза сол аудан жанында заводтың арасында ғана абсолютно жасап содан сен 80 дана деген отыр ғой. Дұрыс бөлмей тұр ғой. Бұнда экологический проблема жоқ. Қайтан ба? Рұқсат беріңіздер бұлар. Ана норматив жарылмайды. Ақша бөлінді. Экология требования жамбыл завод қайда тұр? Мына территорияда тұр. Соның айналасын бірінші көңіл істелдік. Бекітілген жоспар бойынша мен өйтіп бұлардан бірлесіп жоғай жағын болмайды. Шам топырақты азайтамыз. Осы арқылы жасап жүр, біздің бірлесіміз жоқ осы арқылы көп жағдай жасап жүр. Сіздің позициянызда түсінікті, ол жерде бәріміз не істеп жатырмыз ғой, бұл жерде енді заң талаптарының бәрінде несі бар ғой. Мысалы біздің облыстың өзі, біздің дотацион облысы, Бақыт Алпысбаев сіз білесіз, дотация республикалық бюджеттен көп нәрсені түсіп жатыр. Енді ол мысалы сізді осы НДФ мысалы осы жерде тұрады. Бақыт Алпысбаев емес. Ол кісі. Құсай деген түрлі. Зардап шегесін ақшаның бәрі анау сыртқа кетеді. Зардап шегесін мен сіздерге айтып отырмын ғой, жаңағы іс-шара жоспарын бекіткен кезде, ағасы іс-шара жоспарын бекіткен кезде осы бүкіл облыста осындай қоғамдық тыңдауды өткізіп, елдің бәрінің ұсыныстарын бәрін аламыз. Ол әкеледі бір адам келіп шешіп мынандай болады деп жасай саламыздан ештеңе жоқ бұл жерде. Енді қазір айта салайын тағы да, екіншісі жаңағы республикалық бюджеттен біз дотацион облыспыз. Біз облысқа мысалы бәріне келіп жатыр. Әр заводтың түбіндегі ауылдарға бәрі заводтың ақшасын бәрі соған сала берсе, басқа ауылдарға не істейді? Жоқ, бәрін салмайды ғой. Қаражатты бөлетін облыстар. Бізде нақты іс-шара жоспарын бекітіп береміз, сондай біз бетеміз. ары қарай жұмыс жалғасып жатыр. Енді біздің ұсыныс ретінде сен қабылдасаңыздар, қабылдамасаңыздар. Біз заводтың бәрін жақсы болғанын қолдаймыз.
Адам Жоқ, бұны жақсы болса, заводтың жақсы болған. осы біз Заводты біз екі ауыл- қолданып отқан бізде жоқпыз, бізде қолдаймыз заводты. екі ауыл жаман болмайды. Мен кешеде Айналып келді бұл ақшаны бұлар төлейді. Сіздің атыңыз кім? Серік, Ағабек Серік Оспанов. Жамбыл облысы әкімдігі Серік. координация басқармасы. Мен қарап отырмын да, айдалада үш қазан қайнап жатыр дейді. Мынау завод шеттегі, мынау экология, ортасында мынау Ақбастау. Завод пен экология бір-біріне араласып жатыр дейді, ортасындағы қазан құйылмайды дейді. Сол отыр, мен түсінемін, сондай ма? Кішкентай жетім балаға бергендей қылып кішкене бөлсеңші айнап кетейін. Бәрін ала бермей. Менен сол беріп жатқан ағасы ақшасы. Ақша маған бөліп ол жамбыл облысы. Ауаны мен жұтып, сексуалға таза оға барады да, мылтыға атып, ақбөкенді қыратты да, сексуал дейді. Не болмын тұтып аттан іштеген жоқ. Аудан әкімшіліктен бір сөздері бар. ішкі саясаттан бар басшысы. Бір ауылдар бірдеңе бөлініп жатыр ғой осы ауылдар. Енді болды, осылай сіздер қабылдай бастасақ біздің ұсыныс осыны Жоқ, басқармаға. біз қабылдамағанда біз халықтың алдына есеп айтуға келдік. Біз халықты Жоқ, бұл жерде қоғамдық тыңдаудың қазір айтатын жоқшы, біраз қазір тағы да бірге сөзді бөліп жіберейік. Қоғамдық тыңдаудың қағидасының ережесінің несіне сәйкес қоғамдық тыңдауда нақты экологиялық ұсыныстар беру. Әлеуметтік жағдайға біз нақты экологиялық ұсыныстар бердік. Бағдарламамыз бар. Біріншіден жоғарғы директор экологияңыз. Бірінші соған бағдарлама жасап, мынау ауылға 5 километр қанша жағдай жасап жатыр, қанша ақша бөлдік деп айта аласыздар ма? Ештеңе айтпайды. Қайтадан завод рахмет бәрін, түтіннің бәрін тазартамын, бәрін істетемін деп жатыр. Рахмет. Енді біздің жүрген жақсы. Заводта біраз ағып. Құрметті қалай біз комплекстік экологиялық рұқсат алу бізге ол өте маңызды және өте мүдделі проект. Себебі айтып отырмын ғой, қазір біз 862 миллион төлесек, 2026-да сол жоба болады. 1 миллиардқа жуық ақша төленеді үкіметке. Біз қазір экологиялық рұқсатпен жұмыс істеп жатырмыз. Комплекстік экологиялық рұқсат алсақ, біз ол қаражатты үкіметке төлемейміз. Осы кісінің айтып жатқан сұрағы, көтеріп жатқан сұрағы сол. Үкіметке ақша, то есть мынау осы облысқа қаражат түспейді да, ол мекеме ол қаражатты модернизацияға жұмсайды. Сол ғана, бір ғана сұрақ. Сіздердің модернизацияға? Біз ол қаражатты модернизацияға жұмсаймыз. И содан кейін біз экологиялық кодексқа сәйкес болуымыз керек. Бізді үкімет қысады. Себебі жаңа қондырып қоймасақ, біз оған есеп береміз. Қараңыздар, әрбір ақшаға, даже мемлекеттік мекеме болмасақ та, бізде сол эмиссия түспеген екен, бізге департамент келеді, сөйтіп тексереді. Қанша қаражат экологиялық мақсатқа жұмсадыңыз. Бәрін біз есеп қисап береміз ғой, бәрін көрсетеміз. Егер біз қалай, егер біз үкімет оны әшінен істеген жоқ қой. Себебі біз Совет үкіметінің арқасында барлық заводтар 50-60 жылдық тарихы бар. Ескі заводтар бар. Сондықтан қазіргі заманның талабына сәйкес болу үшін біз модернизацияға жұмсауымыз керек. Үкіметке кетпей. 30 жыл модернизация жасалынбай келе жатырмыз. Ары қарай да ол заман талабы ғой, енді ол жыл сайын жасауымыз керек қой модернизация. Енді қандай сұрағыңыз бар? Мен кім сұрағына, жаңағы көтерген сұрақтарыңызға біз екі адам очень о жағын қарастырамыз жұмыс мәселесін. Бұл енді біздің ауылдан жұмыс көзі ғой, біз бала шағаны асырап жатырмыз. Сендер модернизация жасағандарың бізге жақсы. Экология жөнделеді, газды онша азырақ жұмсаймыз, жұтамыз деген сияқты. Соған жұмыс істейді бастаған сондықтан сендердің о жағын біз қолдаймыз. Енді жаңағы экология бөлінетін ақша ана жаққа кетіп қалса, сіздер алып қойсаңыздар бізге онша ақша болмай қалады ма? Или сіздер соны бересіздер ма бізге? Егер кірісі болмай ма сендер өз сіздер қазір бәрін қол қойдырып алып аласыздар, дұрыс па?
сіздер өтіп кетсеңіз тірліктеріңіз. Сөйтіп инвестиция ақша түседі, анау нелерді аласыңдар. Иә. Экология аударған ақшаны өздері келеді. Иә. Сөйтіп жұмыс істейсіңдер. Соны айтпай ма облыс, сендер экологияның ақшаны алып қой деп, заводтан сұраңдар, сендерге ақша жоқ. Көмек жоқ сендерге деген мәселе. Біз мысалы инвестицияны өкіметке де беріп жатыр, сіздерге де талай болып жатыр. Басқа жұмыстарды техникамен де қамтамасыз етеміз, оның ары қарай да жұмыс жасаймыз ғой. Біз қол қанат өмір сүреміз. Біз қалай мүмкіндігіміз бар, біз осы Ондай программа бар ғой. Так, соны мен сұрайын деген 8 миллион аударып жатсыңдар өткен жылға, биыл миллиард болайын деп жатсыңдар, олар қандай расчетпен төледіп жатыр оларға? Қандай есеп? Біз мемлекеттен есеп аламаймыз. Ол біз эмиссия шығардық та, біз оның қаражатын бюджетке аударуымыз керек. Оны ары қарай ол қай жаққа жұмсалады, біз оған жауап бере алмаймыз. Ол эмиссия деген жаңағы шығандар, нақты шығандар, қалдықтарға шыққан пайда болған қалдықтар, аспанға шығарған ауа шығарған ластаушы заттар, сосын жерге төгілген ластаушы заттардың көлеміне қарай осы жаңағы заңға келетін болмайды. Мысалы, ақша бөлінген кезде бірінші очередь оны депутаттар заңды шешеді. Ол біз дәл қазір ол жерде шеше алмаймыз. сендер не тасқын болды, кешірмесін болды, бізге Оқашқа шығамыз ба, депутат? Иә. Телефон қалтасында. мен мысалы сіздердің жұмыстан алға жүрген қолдаймыз да біздің ауыл шоқай бөлгесі. Өйткені завод жақсарса біздің жағдайымыз жақсарады ол 12 ауыл. Сіз аға сіздер жақсаруыңыз жақсы бізге. Рахмет. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 2027-2036 жылдарға әсер етуге кешенді экологиялық рұқсат алу үшін жобалық құжаттама бойынша ашық жиналыстар нысанындағы қоғамдық тыңдаулар өтті деп санаймыз. Қоғамдық тыңдаулар нәтижелері бойынша хаттама жасалады. Ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкінің платформасында орналастырылатын болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Енді қалай қарайсыздар? Енді мен бір өзім ұсынысымды айтайын, құрметті ауыл тұрғындар, енді бұл өзімше бөліп. Анада мынау енді біздің осы ауылдың ортасында мына жолдың барлығы майыс бүлініп, мынау талқан знактардың барлығы бұзылған уже. Сол знактардың бәрі бұзылып, асфальтында шаң,